Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы жарық көрді. Өз мақаласында мемлекет басшысы жерге қатысты алып қашпа сөздердің нүктесін қойып, егеменді еліміздің 30 жылда жеткен жетістіктерін жазған. Бұл ретте 10-шы А сынып оқушылары мақалаға үн қосып, өз пікірлерін білдірді. Болашаққа қадам жасау үшін өткенге тағы бір мәрте оралу керек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев кезекті мақаласында еліміздің осы күнге дейін жеткен жетістіктері мен еңсерген биіктерін тізіп өтті. Биыл тұғырлы тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Осы 30 жылда мемлекет басшысы 3-10 жылдыққа бөліп, әрқайсында атқарылған миссияларды айтты. Алғашқы кезеңде мынандай ұлы оқиғалар орын алды. Осы уақытта елбасының басшылығымен мемлекетіміздің нышандары белгіленіп, билік жүйесі қалыптасты. Ұлттық валютамыз айналымға енді, қарулы күштеріміз құрылды, ата заңымыз қабылданды. Шетелдермен дипломатиялық қатынас орнатылды. Еліміз беделді халықаралық ұйымдарға мүше болды. Ел аумағы ядролық қарудан толық тазартылып, елордамыз арқа төсіне көшірілді. Отандық кәсіпкерлеріміздің негізі қаланып, ұлттық қорымыз құрылды. Жастардың шетелдерде білім алып, тәжірибе жинақтауына мүмкіндіктер жасалды. Екінші 10 жылдықта мемлекетіміздің тұғыры нығайып, экономикалық әлеуетіміз одан әрі арта түсті. Үшінші 10 жылдықта шекара мәселесі бір жолата шешімін тапты. Қазақстан 2050 стратегиясы қабылданып, саяси және экономикалық реформалармен қатар рухани жаңғыруға да баса мән берілді. Қазақтың жері ешқашан сатылмайды. Қасым-Жомарт Тоқаев өз мақаласында жерге қатысты алып қашпа сөздердің нүктесін қойды. Жеріміз ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді. Алдағы уақытта жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілмек. Жерге байланысты бәріміз айқын білетін және бұлжымайтын ақиқат, қазақтың жері ешбір шетелдікке меншігіне берілмейді, ешқашан сатылмайды. Осыны әр азаматымыз бойына сіңіруі қажет. Келесі жылы жер кодексінің жекелеген нормаларына қатысты енгізілген мораторийдің мерзімі аяқталады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымға енгізіп, халықтың игілігіне жарату өте маңызды мәселе. Сондықтан биыл жер мәселесі жөніндегі комиссияны құрып, соның аясында бір байламға келген жөн. Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі қымбат, бір уыс топырақтың өзі алтын. Қуатты елдің иесі және кемел халық болу алдағы 4-ші 10 жылдықта сананы жаңғырту үдерісін жалғастырып, заманның талабына бейімделген ұлттың жаңа болмысын қалыптастыру керектігін айтты мемлекет басшысы. Ережеп Алтынгүл, 41-ші мектеп лицей, 10-шы сынып оқушылары арнайы тарих апталығы үшін.